Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Ал бүгінгі тақырып: сәбіздің денсаулыққа пайдасы. Көз денсаулығы. Сәбіздің ең белгілі пайдасы көз денсаулығына қосқан үлесі. Жасқа байланысты пайда болған макулярлы дегенерацияның алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл торлы қабық пен линзаны қорғау арқылы көздің денсаулығын жақсартады. Түнгі соқырлық және көру қабілетін жоғалту сияқты қауіптерге қарсы қолдау береді. Жоғарыда айтып кеткен А дәруменінің тапшылығы балалардағы соқырлықтың негізгі себептерінің бірі болып табылады. Сәбіздің пайдасы шаштың өсуіне де ықпал етеді. Сәбізде шаштың денсаулығын жақсартатын А, С дәрумендері, калий және антиоксиданттар бар. Сәбізді тұтыну шаштың әдемілеуіне де тиімді. Иммундық жүйе. А дәрумені иммундық жүйені нығайтуда маңызды. Өйткені А дәрумені иммунитетті арттыратын лейкоциттердің қанның ақ түйіршіктері жасушаларын қолдайды. С дәрумені иммундық жүйені нығайтады және емдеуді тездетеді. Тері денсаулығы. Сәбіздің теріге пайдасы оның бета-каротин қасиеттеріне байланысты. Бета-каротин теріні күн сәулесінен қорғайды. Безеу, экзема және бөртпе секілді тері ауруларын емдеуге көмекші бір рөл атқарады. Құрамындағы каротиннің арқасында терідегі жаралар мен дақ емдеуге көмектеседі. Ми денсаулығы. Сәбізде кездесетін кейбір заттар ми денсаулығы сақтау үшін маңызды. Сәбіз есте сақтау қабілетін сақтайды. Жүрек денсаулығы. Жүрек тамыр аурулары мен гипертонияға қарсы қорғаушы бір рөл атқаратын сәбіз холестеринді төмендетуде де тиімді болып табылады. Сәбіздегі калий ағзадағы артық натрийден арылуға көмектеседі. Сәбіздің тағы да бір пайдасы – ас қорыту жүйесі. Сәбіз талшықтық құрылымымен ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Сәбіз талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды. Ішек қатерлі ісігін қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы кезде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуде өте тиімді. Қандағы қант. Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен, сәбіз қант диабетіне де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды. Сондай-ақ қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сонымен қатар, талшыққа бай диета қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Салмақты бақылау. Калориясы төмен. Талшықтар мен су мөлшері жоғары сәбіз сияқты көкөністер қанықтыру сезімін беруде өте табысты. Сәбіздің құрылымы талшығы мен суының арқасында тез тойдым деп ойлайсыз. Қабыну. Әсіресе Альцгеймер, артрит және жүрек денсаулығына байланысты созылмалы ауруларды қабынумен күрес маңызды болып табылады. Қатерлі ісікке қарсы. Антиоксидантқа бай сәбіз еркін радикалдармен күресуде тиімді болып саналады. Жүктілік кезіндегі сәбіздің пайдасы назар аударады. Өйткені сәбізде күшті бета-каротин мен витаминдер бар. Кальций тұрғысынан да жүкті әйелдер үшін сәбізді тұтыну маңызды. Сәбіз ананың да баланың да иммунитеті үшін қажетті тағам болып табылады. Жүктілік кезінде сәбіздің пайдасы көбінесе сәбіз шырынымен бірге түсіндіріледі. Дегенмен, сәбіздің тек шырынымен ғана емес, өзінде әрқашан тұтыну керек. Жүктілік кезінде өте қажет А дәруменінің бір бөлігін сәбізден қабылдауға болады. Бұл әрі инфекциямен күрес, әрі сүттің сапасын арттыруға жақсы. Сондай-ақ, жүктілік кезінде кездесетін қандағы қантты қалпына келтіру және қант диабетінің алдын алу сәбіз үлкен рөл атқарады. Сәбіздегі фосфор сонымен қатар жүктілік кезінде құрысулардың алдын алып, бұлшық еттердің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Жүктілік кезінде жиі кездесетін іш қату шағымдарын жеңілдету үшін талшыққа бай сәбізді тұтынуға болады. Сәбізді қалай тұтынуға болады? Күніне бір немесе
екі орташа сәбізді тұтыну жеткілікті және пайдалы. Сәбіз пісірген кезде тағамдық құндылығын өзгертетін көкөніс. Шикі сәбізде С дәрумені, пісірілген сәбізде бета-каротин көп табылады. Екінші жағынан сәбіздегі А дәрумен майда еритін дәрумен болғандықтан жеңіл пісіру кезінде одан көбірек көрінеді. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, шикі сәбізді таңдаңыз. Өйткені сәбіз піскен кезде су мен талшықты жоғалтады. Сәбізді пісіргіңіз келсе, қуыру немесе қайнатудың орнына бумен пісіру таңдаңыз. Осылайша витаминдер мен минералдарды көбірек сақтайсыз. Сәбізді тұтынудың ең пайдалы жолы шикілей жеу және бумен пісіру. Сәбізді емдік мақсатта шикілей немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сәбіз шырыны және үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиян заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалыпқа келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. Авитаминоз және анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну пайдалы. Сәбіз шырыны бүйрек пен бауыр жұмысының бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етіп, бауырды тазалайды. Халық медицинасында үгітілген сәбіз бен шырынын күйген жерлерге іріңді жараларға қояды. Сәбіз көз ауруларында, жоғарғы тыныс жолдарының аурулары, ауыз қуысының қабынуы, стоматитті емдеу кезінде пайдаланылады. Сұлулық дәрумені деп аталатын А дәрумені табиғи косметика үшін сәбіздің маңызды құрамы. Егер сіз тұрақты түрде сәбіз шырыны ішіп жүрсеңіз, онда сіздің жүзіңіз жасарады. Сәбізден косметикалық мақсаттарда маска жасап сыртқа қолдануға болады. Шаштың баяу өсуі кезінде сәбіз және лимон шырындарының қоспасы шаштың тез өсуіне жақсы әсер етеді. Егер сіз салауатты, әдемі және жігерлі болғыңыз келсе, көп сәбіз жеңіз. Зәр шығару жүйесінің бұзылған кезде сәбіз таптырмас көкөніс. Сәбіз тұқымында зақымдалған эпителий жасушаларын қалпына келтіретін заттар бар. Олар бүйрек ауруларын емдеуге тиімді деп саналады. Ал сәбіз тұқымының тұнбасы несеп айдайтын әсерге ие. Ол қуықтағы тастар мен құмдарды ерітіп, сыртқа шығаруға көмектеседі және бүйректің шаншып ауруын жеңілдетеді. Салқын тигеннен болатын ауруларда сәбізден жасалған құрам ағзаның қорғаныш күшін белсендіреді және айқын бактерияларға қарсы әсерге ие. Олар жоғарғы тыныс жолдарының қабыну ауруларын емдеуге табысты қолданылады. Жүйке бұзылуларына сәбіз көздің ішкі торлы қабығының зақымдануы, Альцгеймер ауруы секілді жүйке тінінің деградациялық өзгеруінен туындайтын жүйке жүйесінің бұзылыстарын тиімді емдейтін көкөніс. Сондықтан да мұндай аурулардан зардап шегетін науқастарға күніне кем дегенде 2 стақан сәбіз және балдыр көк шырынның қоспасын ішу ұсынылады. Науқастардың рационында сондай-ақ күштен жаңадан өткізілген сәбіз бен түрлі жемістерден жасалған салаттар болуы керек. Ерлер мен әйелдердің денсаулығына пайдалы. Апельсин көкөнісін жеу ерлердегі потенциямен байланысты мәселелерді шешуге көмектеседі. Сондықтан оның компоненттерін көбінесе тиісті препараттардан табуға болады. Сәбіз шырыны күшті физикалық жүктемеден кейін күшті қалпына келтіреді. Жүкті және емізетін аналарға емшек сүтін сапасын жақсарту мақсатында сәбіз шырынын алу тиімді. Сондай-ақ сәбіз әйел жыныстық гормондарын теңдестірілген өндірісіне кепілдік береді. Жастықты, сұлулық пен фигураны сақтайды. Сәбіз сүйектің беріктігін арттырады. Тамырында К2 дәрумені бар. Ол сүйек метаболизміне жауап береді және кальцийдің шайылуын болдырмайды. Нәтижесінде остеопороз қаупі төмендейді. Бұл әсіресе менопаузадан кейінгі қарттар мен әйелдер үшін өте маңызды. Сәбіз стресс деңгейін төмендетеді. Сәбіз пайдалы қасиеттерінің бірі жүйке жүйесін тыныштандыру, оның сарқылуын болдырмайды. Түбір көкөністерді үнемі тұтыну жүйке кернеуін төмендетеді және стресске төзімділікті арттырады. Сәбіз мүлдем зиянсыз деп сену ақымақтық болар еді. Адам ағзасына зиянды әсер етпейтін тамақ өнімдері әлемде жоқ шығар.
Сонымен сәбіздің зияны қандай? Асқазанның қышқылдығын арттырады. Осы себептен жоғары қышқылдағы бар гастритпен ауыратын науқастар бұл көкөністі тұтынуды қатаң түрде шектеу керек. Сондай-ақ сәбізді қолданған кезде сіз аш ішектің қабынуына асқазан мен 12 іле ішектің ойын жарасынан зардап шегетін адамдарға абай болуыңыз керек. Артық тамақтану жанама әсерлер туғызады. Сәбіздің шамадан тыс қолдану ұйқышылдық, летаргия, жүрек айну, құсу және бас ауруының көрінісімен қауіпті. Терінің сарғаюын тудырады. Дене каротинінің артық мөлшерін А витаминіне өңдей алмайды, әсіресе баланың денесі. Осыған байланысты артық тамақтану кезінде терінің сарғаюын байқауға болады. Оны каротинді сарғаю деп те атайды. Бүйрек қызметі бұзылған адамдарға ұсынылмайды. Сәбізде калий көп. Егер бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, оның артық мөлшері ағзада жиналады. Сәбізді шамадан тыс тұтыну талшықтың әсерінен әлсіз ішектерге үлкен жүктеме береді. Сәбізден максималды пайда алу үшін оның тәуліктік дозасы 300 граммнан аспауы керек. Бұл шамамен 3-4 орташа өсімдік тамыры.